Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте ерекше, сондай жұмсақ бауыр қосылған салат жасайтын боламыз. Өте сондай нәзік болып шығады. Бізге бауыр, түрлі түсті перец, пияз және сойлы соус, уксус, зелені қажет болады. Алдымен бауырды пісіріп аламыз. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Жұмсақ қылып пісіріп аласыздар. Соломка қылып тураймыз. Оның үстіне пиязымызды жартылай кесіп, турап аламыз. Бір пияз бізге жеткілікті. Пиязымызды бауырға қосамыз. Түрлі түсті перецімізде соломка етіп турап, бауырмен пияздың қасына орналастырамыз. Және зеленді, кинзаны де турап, майдалап тұраудың қажеті жоқ. Орташа көлемде жеткілікті. Бізге корнишон керек болады. Мен кішкене үлкендеу көлемін алдым. Негізінде корнишон өте майда түрін алғандарыңыз дұрыс. Пияз перецтің қасына қосамыз. Және бізге ащы перецтен бір ас қасықты қосамыз. Тағы бір ас қасық тәтті бұрышымызды, кептірілген тәтті бұрышымызды қосамыз. Соевый соусымыздан 4-5 қасық бізге жеткілікті. Соевый соустың қою түрін таңдағандарыңыз дұрыс. Және бір чеснокты майдалап турап үстіне саламыз. Ортасына салғандарыңыз дұрыс, өйткені ыстық майды құйғанда чесноктың иісі өте ерекше дәм беретін болады. Барлық заттарды орналастырғаннан кейін үстіне 4-5 тамшы уксусты құямыз. Сол жеткілікті. Енді ыстық майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Майдың иісі сондай ерекше иіс береді майды құйған кезде. Чесноктың үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз. Және 10 минут, 15 минут столға жайғастырардың алдында, 10-15 минут алдын араластырып, бетін жауып қоямыз. Одан кейін тарелкеге салып, столға қоюға болады. Біздің салатымыз дайын, ас болсын. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар.